өте тату жанұямыз деп айта алмаймын. Себебі байғұс анамның өліміне себепші болған қу арақ. Осы бір арақтан шаңырағымыздың шаттығы бұзылды. Арақ дегенді кім ойлап тапса да тас төбесінен ұрсын. Осы бір ащы судың кесірінен зардап шегіп бақилық болып жатқандар аз емес. Ішкен адам зардап шексе мейлі ғой. Тіпті жанындағы жақын жандары да еш күнәсіз қиындық көріп жатыр. Жақсы, көпке созбайын. Мен үйдің үлкен ұлымын. Отбасымыз үлкен. 3 қарындасым және 2 інім бар. Ана мен әкемді қосқанда үлкен отбасымыз толығатын еді. Өкінішке орай олай емес. Шаңырағымыздың берекеті жоқ. Мен ес білгелі көретінім айқай-шу, ұрыс-керіс, арақ, оларсыз күн өтпейтін. Солай жүріп, анамның осынша құрсақ көтергеніне таңым бар. Менен кейін қатарынан бауырларым дүниеге келе бастағанда, анам үлкен күйзелісте жүрді. Оны байқап жүрсем де артық сөз айта алмадым. Себебі анам қатты шаршаған, құлазып кеткен. Оған аянышты жүзбен қарайтындар өте көп. Балалары десе жанын беруге даяр анам бізді тастап кете барды. Ең кенже қарындасым анасыз бір күнде жүре алмайды. Үйдің кенжесі болғандықтан шығар. Өзі сонда ерке тотай. Анам қайда болса, ол да сонда. Күндердің күнінде әкем тағы да ішіп келді. Неге екені белгісіз, анам ешбір сөз айтпаса да келіп соған тисе беретін. Оны балалары болып жабылып, ажыратып әлек боламыз. Байғұс анамның еш жазығы жоқ. Шаршаған түрінен түр қалмаған. Барлығы тыныш болып жатырмыз. Көзіміз ілініп кетіпті. Кенет қарындасымның жылаған даусынан оянып кеттім. Анашым деп жылап қоймай жатыр. Әдетте анам түн ортасында ешнәрсе істемейді. Жұбатқым кеп жанына барсам, анам орнында жоқ. Қорқып кеткенмен айқайлай бәрін оятып анамды іздей бастадық. Алқаш әкемнің анамда жұмысы да жоқ. Араққа сылқия тойған әкем келген кезде қалай жатты әлі де солай жатыр. Бірақ әкемді оятуға тура келді. Себебі анамды іздеуістіруіміз керекпіз. Кіре беріспен төргі бөлмеге дейін шарлап шықтым. Алайда анамды іздеп таппадық. Бірақ сыртта сарайда жүрген шығар деп те ойладық. Бірақ түннің ортасында онда не істейді? Сонда да көре салайық деп сарайға қарай бардық. Бірақ ол жерге барғанда жүрегіміз ұшып аузымызға тығылды. Өз көзімізге өзіміз сенбедік. Төбедегі ескі ағашқа арқан тартып байлап қойған, және ол арқан анамның мойнына оралып тұр. Жаным анашым өмірден түңіліп, өз-өзін асып өлтіріпті. Әкем екеуміз дереу оны түсірдік. Жедел жәрдем шақырдық. Алайда бәрі кеш екен. Анамыз ақтық сапарға әлде қашан жүріп кетіпті. Анамның қиналғанын көзінен ақ байқауға болады. Өзін тіптен керексіз сезінді ме? Неге өйтпеген? Бізді неге ойламады? Жаным, жалғызым, анашымай, не де болса маңдайымызға жазғанын көреміз. Бәріне бұрын кішкентай қарындасыма қиын болды. Шырылдап, мамалап жылап отыр. Әр жерге бір барып, оны іздеуде. Ал біз болсақ, орнымыздан қозғалуға да шамамыз келмей, әлі де есеңгіреп жүрміз. Қарындастар мен інілерім қатты жүдеп кетті. Бір түннің ішінде барлығы өздерін жоғалтқан. Есі кірген әрі анамыздың өлімі тез есеткендей, жүректері сыздап, іштей қайғыруда. Мен бейбақтың көзімнен мөлтілдеп жас тоқтар емес. Еркек басымен ондайды көтере алмасам не болғаным деп өз-өзімді шыдап бауырларыма бардым. Әр қайсысы сүйретіліп тірліктерді жасап жүр. Жүздерінің солыңғы тартқанын көріп жүрегім езіліп барады. Бәрінен кішкентай қарындасыма қиын болды. Жылай-жылай екі көзі үсіп әрең ұйықтады. Түнімен жылады. Анашым келсін, анашымды шақыр деген ащы даусын естігенде жүрегім тоқтап қалардай болады. Бұған да үйреніп кетер амал жоқ. Менің де жаным жай таппай қойды.
Жанарымнан жас шыға алмай қиналып тұрмын. Анамның жарқын жүзі көз алдымнан кетер емес. Күлімдеп қарап тұрғандай. Не болса да Алла тағала арғы дүниеден анашымды жарылқай көр. Бұл дүниеде қиналғаны аз емес. Арғы дүниеде анашыма мейіріміңді төккейсің. Іштей күбірлеп, өзімше білген дұғаларымды айтып жаттым. Жан-жақтан үйге әлі де тума-туыстарымыз келіп жатты. Осындай бір сәтте өзімді осы орынға қойыпты үлгердім. Өлген соң адамдар тек жақсылығыңды ғана ойлап шығарып салады, еске алады. Бірақ тірі кезіңде бірде-бір жақсылығыңды еленбейді. Керісінше жаманыңды, жаман қасиеттеріңді бетіңе басады. Көп ұзамай анамды арғы сапарға шығарып салған соң 40-ын өткізіп үлгердік. Ал содан соң әкем үйленемінге көшті. Оған менің де бауырларымның да көңіл күйіміз қатты түсті. Себебі анамыздың қайтқанына жылда өткен жоқ, ал әкеміздің ісі мынау. Тіпті анамды арғы дүниеге шығарып саларда соншалықтығы мұңайған да жоқ. Барлығын қойшы, жарайды, еркек қой, мүмкін өз-өзін ұстаған шығар. Үйленсін әрине, бірақ ең болмағанда жылы өткенде үйленсе болар еді-ау. Мейлі, бәрібір де біздің дегеніміз болмайды. Әкем өз дегенін жасап, көп ұзамай үйленді. Бойы кішкене ғана томпақ келіншек. Сырттай ұнатпай тұрсақ та, болашақ анамыз ретінде жанымызға жақын тартқымыз келді. Жаңадан түскен өгей анамыз бізге жақсы қарады. Бауырларым қанша бұзықтық жасаса да көтере білді. Ештеңеге қарамастан бізді өз бауырына басты. Бұрынғы күйеуінен бала жоқ. Олар ерте ажырасыпты. Енді ғана жаңа өмірге қадам басып, көз қарасы өзгерген секілді. Алайда әкемнің күнде ішіп келетіні мезеткені анық. Басында сабырлықпен шыдап жүрген өгей анамның кейін ашуы шыға бастады. Ақыр аяғында әкем екеуі қатты жанжалдасып, әкем оны үйден қуып шықты. Әкем 3-ші рет тағы әйел алды. Ол әйелмен де осылай болды. Барлығы қуарақтың кесірінен екеніне әкем көндігер емес. Қаншама туысымыз әкемді жерден алып, жерге салып жатса да, емдел деп қаншама рет айтса да, әкем құлаққа ілмеді. Әкем сонда да қайтпай 4-ші рет үйленді. Бұл жолға анамыз ашық жарқын болды. Соңында бұл да өзгеріп, әкемнің ішкеніне шыдай алмай кететін шығар деп қатты уайымдадым. Алайда олай болмады. Әкем күнде қанша ішіп келсе де, жанына барып, оған жәрдемдесіп, қанша нәрсе айтса да, оны тыңдап, сөйлесіп отыратын. Әкемнің алдыңғы 2 әйелі ешқашан мұндай болмаған. Бұл анамызға қарап, өзінің марқұм анам есіне түсіп кетті. Ол кісі де тым сабырлы, жайдары жан еді. Бірақ өгей анамыздың бірінші күйеуінен 18 жасар ұлы және 11 жасар қызы бар. Ұлын нағашыларының қолына тастап кеткен, ал қызы жанында еріп келді. Кішкентай қарындасымен ойнап, екеуі бірден жарасып кетті. Көп өтпей, отбасылық жағдайымыз дұрысталып қалды. Әкем көп ішпейтін болды. Бізге үнемі уақыт бөліп, бар білгенін үйретіп жүрді. Оған қатты таң қалсақ, бір жағы қуандық. Арада бірнеше жылдан соң, кейінгі қарындасымды бір жігіт алып қашып кетті. Оған қатты ашуланып, артына жеңгелермен бірге ағасы ретінде қуып бардым. Барсам, қарындасым мәз-мейрам болып отыр. Қуғыншы ретінде мен жанымда туыс әпкеміз бен жеңгеміз бар. Бәрін шығарып тастап, онымен жақсылап сөйлеспекші болдық. Барлығы бөлмеден шығып бізді аңдып тұр. Бар ойлары қызды айнытып әкетіп қалмас екен деп тұрғандары анық. Қарындасымның бал-бұл жанған бұндай жүзін көріп, қатты қуанып тұрсам, бір жағы үйден жыраққа өз үйіне кеткеніне көңілім түсіп отыр. Ағатай, мені кешіріңіз, ренжімеңіз деп, мен өз бақытымды таптым. Дәуренмен ғана болашағым жарқын болады деді. Жаным-ау, қарындасым, әлі ерте емес пе? Жақсылап ойландың ба? Аға, мен ойланып, өз шешімімді қабылдап қойдым. Ең бастысы не екенін білесіз бе? Жоқ, білмедім. Не екен? Ең бастысы, Дәурен
Әкем сияқты арақ ішпейді, тіпті темекі де тартпайды. Қарындасының бұл сөзі мені қатты қуантты. Құдалар, қуғыншылар деп біраз көңіл көтеріп, дастарханға отырдық. Үйлері де жақсы, адамдары да өте жайдары екен. Барлығы реттелген соң, онымен де қоштастық. Үйге келіп мән-жайды әкеме түсіндіріп айтып бердім. Бағын байламауымызды, өз жартысын тауып бақытты болуына сенім бергеніңізді қалайтынын айтты. Не де болса, қыз деген қонақ. Әкем бұл сөзге есеңгіріп, кішкене ішкен. Өгей анамыз әкеме барынша сенім білдіріп, құшақтап, сабасына түсіріп жатты. Күйзелісті басынан кешіріп жатқан әкемді өзін арақпен алдап жатқандай, қайта ішуін бастап жатты. Адамның жан дүниесін адам нақты түсіне бермейді. Бірақ арақты ішсең, барлық мәселе шешіледі деген мына біз еркектердің ең әлсіз тұсымыз. Көп ұзамай маған әкем, «Әй, сен келін әкел, ертерек немере сүйейін» деді. Өзімнің нақты сөйлесіп жүрген қызым болмағандықтан жан-жақтан іздей бастадым. Біздің әдетіміз ғой, таңдап жүріп аламыз. Ақыры өзімізден 4 сағат ары тұратын жерден бір қызды сырттай ұнаттым. Нағашыларымның ауылында жұмыс жасайды екен. Сол жердегі таныс адамдардан бірден нөмірін сұрастырып алдым. Көп етпей хабарластым. Өзі ұзын бойлы, түрі келіскен қыз екен. Оны бір апта сырттай бақылап жүрдім. Соңында бір рет жолықтық. Одан ертесіне таң 5-ке дейін сөйлесіп, іштегі жан дүниесіндегі толқынысымызды айттық. Біраз шер тарқастық. Оның маған деген көңілі ерекше ұнады. Себебі мені түсінеді, сенеді. Жұмысқа апарып тастаймын деп, ертесіне таңғы 7-де алып кеттім. Содан тіке үйге тарттым. Жаныма 2 жолдас балаларымды салып алғанмын. Оларға тыныштық бермей, ұрып тепкілеп жылап жатыр. Оны бұлай жасайды деп ойламадым. Сөйлескеніне қарап, алып қашса көнер деп ойладым. Бірақ оны өзіне тікелей айтпаған едім. Енді не болар деген оймен машинамды айдап келемін. Үйге келген соң оны әзер кіргіздік. Жылай-жылай қабақтары ісіп кеткен. Маған қарап әбден айқайлады. Мен оқуымды ені ғана бітіріп, жұмыс жасап жатқан едім ғой. Ата-ана маған сеніммен қарап отыр еді. Неге бұлай жасадың? Неге бір ауыз айтпадың деп жан айқайын шығарып жатты. Бұған көңіл күйім қатты түсті. Аяғында кетемге салып, есікке қарай жүгіре берді. Ештеңеге де қараған жоқ. Алып ұшып қатты жылай бастады. Жүрегім езіліп, қиналып барамын. Оны қайтадан апарып тастасам ба екен деп ойланып тұрдым. Бірақ әкем бұл ойымды бұзды. Оны отырғызып қойды да, «Ей, тыңда, мені жақсылап тыңда. Мен сенің болашақ қайнатаң боламын. Өзіңді дұрыс ұста. Жылап сықтағаннан ешқандай пайда көрмейсің. Бақыр, шақыр, бірақ сен енді ешқайда кете алмайсың. Жанарыңды құрғатып босқа жылай берме. Ашуға булығып өз-өзіңді шаршатпа. Менің сөздерімді миыңа қиып ал. Тыныш көнетін бол. Ал егер көнбейтін болсаң, ренжіме. Мен өз-өзіме жауап бере алмаймын. Барамын да әке шешеңді атып кетемін. Қолымнан келмейді деп ойлама. Мен бәрін жасаймын» деген әкем сол күні тағы ішіп алған. Әкемнің бұл сөздерінен соң ол үн-түнсіз ғана отырды. Қолхат жазып бер деген еді, оны да жазып берді. Артынан келген қуғыншыға да әзер жауап беріп, көз жасын көрсетпеуге тырысты. Барлығы жақсы, өз еркіммен келдім деп алдады. Амалсыздан қалған оның жан дүниесін мен ғана түсініп тұрғанымдаймын. Қалғандары, келіннің қалғаны жақсы болды, әйтпесе жұрттан ұят болатын еді. Қайын атасы жөнге салды деп өзара айтысып жатты. Ал мен келіншегіме қарауға бетім жоқ. Жанына жақындауға да батылым бармай жүр. Ақыры өз-өзімді жинап жанына бардым да әкем үшін де өзім үшін де кешірім сұрадым. Бірақ ол үндемеді. Беташар өткен соң тұрды да киімдерін ауыстырып үйдің тірлігіне кірісіп кетті. Шынымды айтсам, оған қарап махаббатым үдейе түскендей. Бірақ бұлай ұзаққа созылмады. Қанша нәрсе болса да
маған кешіріммен қарады. Алайда ол кешірімді бағалай алмаған мен әкемнің жолын қуа бастадым. Не түрткі болғанын білмеймін. Бір рет тартып көрейінші деп, енді одан құтыла алмай келемін. Келіншегім бір ұл, бір қыз туып берді, бірақ оны мен сорлы бағаламадым. Үнемі келіншегімді балаларым көзінше таяқтың астына алатынмын. Тіпті соңында балалардың жылаған дауысы құлағыма жетіп, оларды да ұратын болдым. Оған шыдамай келіншегім бір жолаға үйден кетіп қалды. Ал мен ол кеткен соң 2 рет үйленіп үлгердім. 2 әйелім де бедеу болды. Мүлдем тумады. Ал алғашқы келіншегім қазір 2-ші рет тұрмыс құрған. Күйеуінен 2 ұлы бар. 4 балалы ана болып бақытты болып жүр. Мен тек оны сырттай ғана бақылап жүрмін. Бірақ жақындай алмаймын. Айрандай үйіп отырған отбасын бұзғысы келмейді. Тағы да араққа салынған әкемнің де әйелі кетіп қалды. Екеумізге қатын жарымады. Немесе барлығы арақтың кесірінен. Я, білем. Басты кінә өзімізден. Бірақ барлығы күйіктен, ашудан, барлығын ұмытқымыз келіп, арақты сыңғытамыз. Бірақ бәрін одан сайын ушықтырып жатқанымызда шаруамыз жоқ. Бауырларым қазір бірі мектепте болса, бірі студент. Олардың болашағын ойламақ түгіл 2 алғаш қосылып, ақша түссе араққа жұмсап, елге пайдасы жоқ. Әйтеуір тірі жанбыз. Бірақ керегінше жұмыс жасап ақша табамыз. Ал демалыс кезінде үшумен бас жазумен уақыт өтеді. Осылай жүріп, сопа басым сорайып өтпесе болар еді. Бар бағымнан айырылдым. Соған ішім ашиды. 5 күн сау кезімде дені дұрыс адам секілді, енді арақты ішпеймін. Елдер сияқты дұрыс өмір сүремін деп өзіме қанша мәрте уәде бердім. Алайда мына арақ деген бәледен арыла алмай қойдым, деп кейіпкеріміз сөзін аяқтады.